Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма? Достар, сіздерді білмеймін, бірақ мен өзім атам мен әжемнің қолында өскен баламын. Және атам мені бала күнімнен бастап, Аллаға шүкір, әлімсақтан бері мұсылман халықпыз балам деп өсірген адамда. Мысалға, мен сүндетке отырғызған кезде атам келіп маңдайымнан иіскеп, балам, міне нағыз мұсылман болдың деген сөздерді айтқан болатын. Жалпы содан кейін мен Аллаға шүкір өзімді мұсылман ретінде санаймын, Алланың барын жоққа шығармаймын, және де ешқандай ісімді мен бісмілласыз бастамаймын. Бұл ақиқат, себебі бұл маған атамның берген тәрбиесі. Жалпы айтайын деген тақырыбым не, ағайын? Өкінішке орай қазақтың дәстүрлі дініне жан-жақтың идеологиясын алып келіп тығып, қазақтың салт дәстүрін жоққа шығарып, қазаққа мүлдем жат дүниелерді қазақтың дәстүрлі дініне тығып жатқандар қазіргі таңда аз емес. Олардың ішінде алып атайтын болсақ, мысалға, жаңағы қазақтың қыздарына бір түндік неке ұсынатындар да пайда болды. Қазақтың қыздарына ойбай, сен маған ұнамадың, мен сені ары қарай өмір сүре алмаймын сенімен деп, талақ деп қазақтың қыздарын бір сөзбен айтқанда қолғап сияқты ауыстыратындар да пайда болды. Бұның барлығы, ағайын, қазақтың намысына тиетіні хақ. Және де ең сорақысы, қазақтың дәстүрлі дінін басқаларға бір жұпыны немесе бір жаман қылып көрсетуді мақсат. Ағайын, бұндайды доғарайық. Қазақтың дәстүрлі діні ол ешқашан қазақтың мәдениетімен жат болған емес.